Сәлем достар, біз бүгін осындай тағам дайындайтын боламыз. Картошка макаронмен бірақ орам жапырақ қосқан. Міне ингредиенттерді жақсылап көріп алсын деп қойдым. Міне ақ майды мен қуырылған ақ майдан ала салуды жөн көрдім. Міне осылай ингредиенттердің барлығы көрініп тұрғандай. Майға осылай пиязды қуырып аламыз жақсылап. Өте жай жылдамдықта қойдым, бәрі көріп үлгеру үшін. Міне 4 түрлі дәмдеуіш бар және тефальда қайнаған су қайнап жатыр. Міне сәбізді одан соң салдым. Оны да жақсылап қуырып араластырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырған дұрыс, бірақ тым қайнатып та тым қуырып та жүрмеу керек. Одан соң томат салдым. 2 ас қасық немесе 1,5 ас қасық жеткілікті болады. Жақсылап тұрып, бұны да қуырып аламыз. Тым қайнатып, тым қуырып жүрген дұрыс емес, баланс сақталуы қажет. Одан соң міне болгарский, яғни болгар бұрышын салдым. Бұны да алты-үстін қуырып аламыз. Кішкене қайнаған су құйдым. Одан соң орам жапырақты салдым. Оны да араластырып шамалы қуырып аламыз қызарғанша. Одан соң суды да құйып жіберуді шештім. Тым қатты қуырылып кетіп, құрғақ болып қалмау үшін. Міне бұны да жақсылап. Міне одан кейін біз картошканы салдық. 2 картоп. Осыны салып, жақсылап қуырдық. Одан соң ет, дайын, уже пісіріліп қойған ет. Одан соң дәмдеуіштер мен тұзды өз қалауларыңызбен, өз вкустарыңызға қарай салсаңыздар болады негізінде. Міне менде дайын болған таңғы ас.